Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын өзім мастер-класста үйренгенмін. Осы рецепті сіздерге жаңа жылға бөліскім келді. Жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар ол сыр. Одан соң ұн, жұмыртқа, сырды міндетті түрде кома деген сырды таңдасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Ал басқа сырмен мен өзім жасап көрмегенмін. Алдымен сырымызды үккіштің майда көзінен осылай өткізіп дайындап аламыз. Майда көзінен өткіземіз, достар. Одан соң ыдысқа салып, үстінен бір жұмыртқамызды қосып, екеуін жақсылап осылай қолымызбен араластырамыз. Жұмыртқа мен сырымыз жақсылап араласу қажет. Араластырып болған соң үстіне ерліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. Төменге видеоның астына рецепті жазып қалдырамын, қанша мөлшерде қосу керектігін. Ұн барлығын бірге араластырып, кәдімгі қамыр илегендей қамыр болу керек. Мінекей дайын болды. Енді әрбір сырный шарикті осылай таразымен өлшеп аламыз. Әдемі барлығының пішіні бірдей болу үшін. Бір сырный шариктің салмағы 20 грамм. Дәл осы рецепте менде 15 сырный шарик шықты. Егер де бұл жерде мен 200 грамм сыр қолдандым, сіздер 500 грамм сыр қолдансаңыздар, 30 штук сырный шариктер шығаруға болады. Барлығын өлшеп болған соң қолымызбен осылай әдемілеп дөңгелектеп аламыз. Мінекей, достар, небәрі 3 қана заттан жасалынады, өте оңай. Қонақ күткенде міндетті түрде жасаңыздар. Ассортилерге, куриный, мясной ассортилерге қоя аласыздар. Енді қуырамыз. Қуырғанда міндетті түрде ыдысыңыз осындай қазан немесе қалың болуы шарт, өйткені жұқа болса ол тез пісіріп күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан орташа отта осылай әдемілеп қызартып пісіретін боламыз. Газдың асты қатты болып кетпесін, бұл жайлап әдемі болып пісуі керек, орташа отта болу керек. Осылай майды үстіне құйып жіберіңіздер, аунатып қызартып пісіреміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай әдемі керемет болып тұр. Достар, бұны мен өзім мастер-класста үйренген болатынмын. Сіздерге жаңа жылға сыйлығым осы оқырмандарыма осы рецепті түсіруді жөн көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Қараңыздар, сырты қып-қызыл, қытырлақ, румяный болып тұр. Міндетті түрде жасаңыздар, сіздерге, отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды, өз ойларыңызды төменге жазып қалдырып кетіңіздер, және де WhatsApp желісінде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.